директорлыққа жаңадан келген кезім. Сол түскі уақытта жұмысшылар, қызметкерлер әрқайсысы обедін ішеді, ана жерде, мына жерде дегендей. Жаңағы сахна жұмысшыларының, сол сахнаның бұрышында бір бөлмесі бар. Төле би көшесіне қараған, білесіздер. Сол бір ойында ештеңе жоқ. Сол екінші этаждан түсіп, ана гример бөлмелерден. Сол гүбір-гүбіреткеннен кейін кірсіп, жаңағы сахнаның жұмысшылары 7-8-і жиналып алып, шайын ішіп, біреу, екі-үшеуі нарды ойнап жатыр екен. Мен өзім нардыны жақсы көремін. Жаңағы желкесінен тұрып алып, қызығып қарап жатырмын, ойын қызық. Енді ақшаға дегенде тиын ойнап жатыр еді, осы қиын заман. Сол тиынға кіріп кеткен азартқа бәрі. Топырлап осы бәріміз осы гу-гу анан жүр, мынан жүр, бүйтіп жатқан кезімізде біреу терезеге қарап отырады. Келе жатыр деді. Топыр, ана нарды аударылып қол қалды. Менің үстімде таптап былай кетті, біреу жоғалып кетті, біреу былай кетті. Соның артынан мен де кетіппін. Сол үшінші этажда емес, анау жаңағы суретшілерді отыратын жағы. Мастерской жақ. Саты бар үшінші этажда, неге кететін. Крышаға кететін, шатырға кететін. Бұрға қарасам мен оны неге барып қаптым люкқа. Екшеуі соға кіріп кеткен. Екшеуі тықылып атқан шығар бір жерде. Мен енді анаған барып қаптым. Директорымның өзім. Содан не жерде ойладым, люкті ұстап тұр. Мен неғып жүрсің бұйықтым. Сол төмен түстім енді. Түстімде ішін таппай қалдым. Соны бір уақытта астына түссем, бағанайда кіре берісте бақты айғай жауып отыр екен. Анау қойды, мынау қойды. Мен танымайтын бір әйел әйтеуір. Бірдеңені айтып жатыр. Мейрамкүл апамыз бар ана жерде есіктің аузында. Түсіндіріп жатыр әйтеуір. Сол ойында ештеңе жоқ. Сол бір айналып келіп, жаңалардың біреуін тауып, бай не болды? Кімнен қаштық? Сөйтсем, Төле би көшесінің арғы бетінде Ақбастау не етті бір магазин бар еді. Сөйтсек, біздің рабочийларымыздың, жұмысшыларымыз бәрі қарыз екен ғой. Сол магазин жеген екен ғой.